Royal Creative Group. Tarixni biz bilan muhrlang. Раз, два, три, ключ. Раз, два, шесть.
келдіңіздер. Құдан келді дегенше құдайым келді деп сыйладым. Құда болдым дегенше хан болдым, ханшайым болдым демейсің ба деп. Қадамдарыңыз құтты болсын, жаңа жылдарыңыз құтты болсын. Шын құдайым болсам, есігімді қақпай келіп, тектілік болсын, билеп демейміз ба? Бәріне басалайық, шашылып алыңыздар. Жастарымыз бақытты болсын, баршаңызға жұғысты болсын. Құдалығымыз құтты, қайырлы, берекелі болсын, Құдай қаласа. Жақсы, билеп білейік, сіздерге сыйлап келгенімізді көрсетіп білейік. Мынағы сал қадірлі құрметті құдалар қош келдіңіздер. Тектілігімізді танысып, өскендігімізді, өнгендігімізді көрсетіп, қызметте жүрген асыл ағайындар, қадамы құтты, қайырлы, береке болсын деп, жаңа құдаларымызды тойханамыздың төріне, ақтастырғанның басына жайғастырайық. Төбе көрсетіп, құрметті құдалар, алған төрлеріңіз құтты болсын, Құдай қаласа. Бұлар салған алтын көпіріміздің тұғыр тасы биік болсын. Барша жора жолдастар, қаракөз ханымдар, баршаларыңыз ақтастырғанның басына шақыру, әр шаңыраққа ырзық бесі-бесімен, мол бақытымен келсін. Жаңа жылдар, қош келдіңіздер. Алған төрлеріңіз құтты болсын. Отырған орындарыңыз жоғалмасын. Құда болдым дегенше, хан болдым, ханшайым болдым демейсің ба дейді. Құдан келді дегенше, құдайым келді деп сыйла дейді. Құрметті хандар, құрметті ханшайымдар, алған төрлеріңіз құтты болсын. Салған алтын көпіріміздің тұғыр тасы биік болсын. Жастарымыздың Алла ұстасқан қолдарын ажыратпасын. Өмірдің даңғыл жолында Алла жастардың бағын ашсын деп тілейміз. Осы жастардың арқасында сіздерменен біздер жақсылыққа араласуды Алла нәсіп етсін. Адам ата Хауанаға үйленіп, екесі қиған қос періште дейді. Бүгінде адам ата Хауананың жолын жалғастырған жастарыңыз бақытты болсын. Тектіден текті тумай ма, тектілік тұқым қумай ма дейді қазақта. Мәшһүр бабамыздың керемет әдемі сөзі бар. Алғаның жақсы болса, жәннатың, алғаның жаман болса,
тозақ дейтін болсақ, біздің алып азамат Атхан мен Гүлзираның Алла тағала өмір жолында бағын ашсын деп тілейміз. Әрине жастарымыз бақытты болсын деп, біз сімінелеп дастарханның батасын сұрайық. Илахи аумин. Amin. Al ilahi amin bu demek. Toylarınız kutlu olsun. Құдалық құтты болсын. Екі жас бақытты болсын. Жайылған дастархандарыңыз әр уақытта жақсылықтарға жайылсын. Сол жастардың тұқысын көрмейік. Аумин. Аллаху акбар. Қадамдарыңыз құтты болсын. Жақсылап дастарханның батасын алдық. Әрине қарны ашқан қазақ ханға сәлем бермейді дейді. Өздеріңізге деп жайылған ас мәзірлеп, жақсылап қол салып болсаңыздар, келгеннен бастап жағадан алмайық. Бізді қызметте жүрген асыл ағайындар, жақсылап шайекеліңіздер, нан сындырайық, асиятырлардың бетін ашып, қызмет жасайық, жақсылап шайланып алайық, жақсылап жайланып алайық, сонымен жақсылап танысатын боламыз Құдай қаласа. Шайекеліңіздер, қызмет жасайық, қызметтен жүрген асыл ағайындар. Сіздердің бел құдаларыңыз Рустам ағамыз ел қадірлеген, ел сыйлаған, елге тапжылмай еңбек етіп жүрген, бүгінде елдің құрметіне лайық азамат. Енді әрине бұл дүниеде пенде жоқ, о дүниеге бармайтын, мұсылмандық қанда жоқ, әр уақыт еске алмайтын дейтін болсақ, сіздердің бел құдаларыңыз құрметке лайық азамат. Енді құдағиларыңыз Лола апайымыз қайда? Құдағиларыңыз Лола апайымыз қайда? Шақырыңыздар Лола апайымызды. Беделі без аэропортта. Енді беделіміз бес елге жұт болған, ел таныған, ел қадірлеген, әулетке қыз бердіңіздер Алланың қалауыменен. Міне әрине қызға келін болу хақ, ол да Алланың бұйрығы дейді. Әрине жастардың арқасында сіздерменен біздер құда танысақ, құдалығымыз құтты болсын. Құрметті құдалар, құрметті құдағи құдашалар, бізде қуанып жатыр. Осындай өсіп өнген әулетпен құда болдық. Тектілік таныттық деп бізде қуанып жатыр. Енді көргенділік көрсетіп, тектілік танытып, өздеріңізді бір қауым ел екендеріңізді көрсетіп, текті әулеттің ұрпағы екендеріңізді көрсетіп, көргенді кісі көш бастан дейді қазақта. Құдалардың көшін бастап келіп жатқан қадірлі құдалар, өздеріңізбен, жылы дидарларыңызбен жақсылап танысып рұқсат болса, бір құдағаның таяғын берейін, тектілік көрсетіп, өсіп өнген әулетті жақсылап біздің елге, біз жаққа жақсылап таныстырып берсеңіздер. Ал менің қасымда отырған менің ең кіші інім Досжан есімім. Мен де қойып санып отырайық. Досжан, қара шаңырақтан келген. Қара шаңырақтан. Одан кейінгі менің келіншегім, құдағиларымыз. Есімі Әсел. Әсел. Әселі құдағи, ауызда құдағи екен, мен құдағи екен. Одан кейін мен құдағиым. Иә, құдағи. Есімі Мағжуда. Құданың құдағи, ырмалды құдағи. Мынау мен қарындасым. Құдаша, есімі Қашима. Есіміңіз қандай ерекше? Одан кейінгі тағы мен қарындасым. Ол Қарлығаш. Қарлығаш құдаша. Одан кейінгі тағы қарындасым Алтыншаш. Алтыншаш десе Алтыншаш екен бір құдаша. Одан кейінгі мынау менен кейінгі келіншегі Гүлнар. Құдағи болады. Одан кейінгі мынау құдағиларымыздың әпкесі Қарлығаш. Ағаш әпкелері, ағаш құдаша. Құдағиның әпкесі. Екіншісі Ардақ. Ағаш бар ғой, иә? Иә, Ардақ құдаша. Иә, жол-жолымен қызмет берсін. Одан кейін құдам. Ең үлкен құдам есімі Зиямат. Зиямат есімі. Одан кейінгісі мынау отырған менің кіші балам.
аты Сабыржан. Одан кейінгі бұл мен қайнымның келіншегі аты Айгүл. Одан кейінгі менің екінші қызым аты Жанерке. Одан кейінгі менің үлкен келінім Құлағи, аты есімі Зүлфия. Одан кейінгі бұл Құдағи. Бұлар. Дия. Есімі Дия. Осымен болды. Рахмет. Енді біздің жастар сөз байласып, өз-өзін тауып, Алланың қалауыменен жастар шаңырақ көтерсе, бізде Аллаға мың қайтара шүкір, өз сүбенген әулетпіз. Құдаларыңыздың ауылы, бір қауым ел. Енді біз жақтыда жақсылап таныстырып берейік құдаларға. Саламалейкум ағамды. Мен өзім Ақмолдың болады Атқанжан баламыздың әкесінің ағасы боламын. Ақырын ағасы. Мен тапсырсақ, мынау отырсақ. Ол жеріміз болады бізді. Ол ініміз болады. Өзіміз ініміз. Ақыранбай. Ол Мемәден. Ол Ақыршық болған жеріміз, үлкен жеріміз. Қамылдан кездеріміз болады. Но бізді атамызды, папамызды, інісі Айдылы, ағам. Құдамыз болады, Атқанжанның қайнағалары. Қайнағасы еттім, інімді. Бақтияр ағамыз. Bölümümüz Bəkircan. Öyle. Ayından kim varsa buna bak. Assalomu alaykum. Xushko'rlar. Barimizni tanishtiramiz. Xudolar qutlug' bo'lsin. Bunjul xudolar bo'lsin sizlarga. Mehribli bo'lsin. O'sha jamlarim keldi barimizga. Jamlarimizda qutlug' bo'lsin. Mana jamlarimizda barimizda mana ne bo'lyapti? Qadamlar qutlug' bo'lsin. Yana yana tanishtirsak mana. Birinchi mana ağamiz. Babamızın kelimçeği. Құдағиларыңыз болады. Emas kelimçeği bu. Жүсіп бияқа құдағи болады. Сіздерге жеңге болса бияқа құдағи болады. Ең кішкентай сіңлісінің енесі болады. Арымалды құдағиларымыз. Hoş geldiniz құдалар. Таныстырып өте қуаныштымын. Біздің әулетте ең үлкен әпшеміз болады. Бірақ бағанағы құдаларымыздың әпшесі. Үлкен құдашаларыңыз. Үлкен әпшесі болады. Аты Гүлкеха. Одан кейін әпшеміз Гүлнар әпшеміз болады. Одан кейін әпшеміз Бар әпшем болады. Ағаларымызды таныңыздар. Ұлтбек ағам. Одан кішкентай мен. Құдаларымызға бәйгелікті қосағамыздың. Одан кейінгі мияқта денчеміз папамның інісінің әйелі. Бияқтырды. Тағдырын. Одан кейінгі мен өзімнің мамам сосын папамыздың інісінің әпшесінің келіні Мияқ болады, сіңлісі. Бияқ бөлеміз болады, бөледенчеміз болады. Сосын құдағиларымыздың мамасы. Құдағилардың мамасы. Лава денчеміздің мамасы болады. Баян апай. Потом Ояқтың абысыны Мияқ болады. Бияқта Лалашымыздың
әпшелер болады. Құдағилар бәрі. Мияқта. Құдашылар. Лар, жетеміз бар, құдағымыз подружкалар. Етем. Мияқа келсек бәрі өзіміздің үйде шаңырақта қалған ағамыздың келіншегі Гүлмира болады. Енді қалған жетеміздің құдағиларымыздың әпшелері, үлкен әпшесі. Одан кейінгі сестренкасы Зуля апай, одан кейінгі сестренкасы Кумида апай, потом красавица Юлдызымыз. Нигина. Енді өзіміздің бағанағы нағыз красавицамыз бұлардың қыздары Нигина болады. Атамның туған сестренкасы. Құдашаларымыз. Иә, туған құдашаларымыз болады. Қалғандар өзіміздің қыздарымыз, келіндеріміз. Мияқ қаласының мама папасы Мұрат Өкемен Роташев. Яқтай құрыс олдар. Сонымен міне. Рахмет. Еңкейгенге еңкей, ол атаңның құлы емес, шалқығанға шалқай, ол Алланың құлы емес дейді. Енді біз жақында көргендік көрсетіп, бір қошемет жасап қойсаңыздар, Алла таныстығымыз арттырсын. Енді қадірлі құрметті құдалар, менің есімім Нұржан, өзім шегірдің жігітімнің жанысқан жиенмін. Қай жерге барсаң да, Иқангүлдің қымызбен мақтанады, тоқман жанысыздар. Сояқтың жиенімін. Енді бүгінгі тізгін маған бұйырған екен, әрине өзбек өз ағайын дейді. Бүгін құрметті құдалар, сіздерге қызмет істейтін бір емес, екі асаға қызмет істейміз Құдай қаласа. Енді арнайы осындай қуанышқа атмасын бұрып, алтын уақытысын бөліп, осы құдаларға қызмет істейін, Құдай қаласа жастарымыз бақытты болсын деп, арнайы алтын уақытысын бөліп кеп атқан қадірлі шах асабаларыңызбен ортаға шақырайыншы. Бір қошемет жасап қойыңыздаршы. Шахтай Aziz asrimizning aziz onlari, aziz insonlardan so'raydi qadri. Fursat g'animatdir, shoh satilla, bezamom shog'idir, umr daftari. Assalomu alaykum hurmatli aziz mehmonlar, qadrli do'stlar, xonimlar va janoblar va hurmatli shahrimizning hurmatli mehmonlari. Armisiz qadrli qavm, hurmatli qo'noqlar, hurmatli qudolar, xush keldingizlar. Bugungi to'ylarimiz, qudoqlarimiz qutlu bo'lsin. Добрый вечер, уважаемые друзья, дамы и господа. Azizlar, bugun elimiz, yurtimizga taniqli bo'lgan, hurmatli, barchamiz uchun qadrli bo'lgan marhum akamiz, Rustam akamizning xonadonlarida, qo'yasa barchamiz uchun qadrli bo'lgan Lola opajonlarimiz xonadonlarida ajoyib bir bayramga guvoh bo'lyapmiz. Bu bayramning boisi mana shu xalqimizga taniqli bo'lgan hurmatli Adhamjon, qo'yasa Gruziyalarning ajoyib bir bag'ishlangan tadbir kechasiga xush kelibsizlar. Bir chiroyli qarshi shop qo'yinglar, qo'linglar bo'sh bo'lsa. Qo'shimcha qo'ying, hurmat qilinglar. Endi bugungi kechaga bizni ham taklif qilibdi. Zero musulmonlarning har bir davrasi, har bir yig'ini bismillah ila boshlanib, amin bilan tugaydi. Bugungi daramizda chiroyli holat ochiq deb e'lon qilish uchun biz daramiz markaziga qadrli el og'alarini, avlod kattalarini taklif etsak, ular daramiz suriga tashrif buyurib, ezgu niyatlar bilan, tabrik so'zlar bilan bugungi kechamizni ochiq deb e'lon qilsak. Hurmat bilan daramiz suriga Ulug'bek akamizni, G'aybulla akamizni, Ergash akamizni, Akramboy akamizni, Bayan opajonimizni, Gulnora opoyimizni, Gulchehra opoyimizni, Klara opoyimizni, Taxmina opoyimizni, qolaversa Roza opoylarimizni daramiz markaziga yaxshi niyatlarga yo'llaymiz. Kelinglar, albatta ezgu niyatlar, tabrik so'zlar o'zlaringizdan daramiz suriga tashrif buyurib, yaxshi niyatlar bilan kechamizni ochiq deb e'lon qilasizlar. Bakr akamiz ham birlikda daramiz suriga tashrif buyursin. Kelinglar. İnson yashar jon tiraksiz bo'lmas. Qarigan chog'da ham tilaksiz bo'lmas. Hatto oyoq qo'lsiz bo'lishi mumkin,
ammo muhabbatsiz, sevgisiz bo'lmaslikda. Yana bir bor assalomu alaykum qadrli el og'alari, avlod kattalari, assalomu alaykum munis mo'tabar onajonlar, opajonlar. Bugungi oiladagi xursandchilik bayramlar barchalarga muborak bo'lsin. Keling azizlar, agar yana bir bor qo'linglar bo'sh bo'lsa, mana shu avlod kattalarini, onajonlarimiz hurmatiga bir chiroyli qarsak shop qo'yinglar, to'yga o'xshasin. Yashanglar. Xush kelibsizlar. Mehmonlarga rahmat. Hammaga boshqa to'y ko'ringlar. Yoshlar ham elimdan qo'shiqlari, elimdan sog' bo'lsin. O'zimning o'zimdan ko'ray, xudo xolasa. To'ylarda haqqonda to'ylarni o'tkazishlar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum xudolar. To'yga chiqqanlarimiz qutlug' bo'lsin. O'zi inimiz bilan qizimiz baxtli bo'lsin, borgan yerda ularga umrdagi eng yaxshi narsalarni tilaymiz. Bizning uyda bir qizlarimiz o'tir. 27 yil bo'ldi. Xudo shu inimizga senamiz. Bir ademi bir semya bo'lib jetadi, xudo xolasa deb o'ylaymiz. Amaçlıkta, yaxshilikda, o'sha kezesi to'ylarda turıyor. Kelgan mehmonlarga hammaga assalomu alaykum, sog' bo'linglar. Hamisha to'ylardan boshimiz chiqmasin. Assalomu alaykum. Atamjon vaqt vaqtni qo'shqandan qo'sha qarsin, yurganda yo'lga o'tiraman. Atani adangni arvohlar, atani arvohlar qo'ldan o'zini ko'payish. Vaqtni aylanib Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar, xudolar, barcha mehmonlar. Atamjon, Gulziya, baxtli bo'linglar, qo'shilonlar, qo'shaqaringlar. Havo topganlar, xursandchilikka, to'ylariga buyursin. Ehson qiladigan baylardan bo'l. Alloh taolo baraka bersin topganingga, umringga, rizqingga. Farishtalar umr bo'yi boshingni silab yursin. Kecha kunduz umr tilab yursin senga. Qadam bosgan muhabbat gullar unib chiqsin, qadam bosgan izlaringdan. Alloh taolo Rabbim senga har doim panohida asrasin. Baxtli bo'linglar, qo'shaqaringlar, o'zinglar ko'payinglar, kattalarni siylanglar. Har doim baxtli bo'linglar. Sözümde ayakta yapmaya kaldım. Keşiresler uzun. Endi mana söz bergenden keyin endi xush kelibsizlar hamma. Aman bo'laylik, amanchilikda juraylik xudolar. Xudolar ming yil xudolar bo'linglar. Xudo xolasa o'shanday yaxshi dasturxonda joyga bersin. Yaxshi kunlarga жаңа жылimiz qutlug' bo'lsin. O'sha qadamlarimiz qutlug' bo'lsin. Şahranglar biyikke çıka versin, bu kızlar köprüye versin, Xudo xolasa niyetingler kabul olsun. Şu adadan, şu apamda, mamamda, bizni baxtımızda aman bol jigimlerine, balamızda kechikib kaldı, kechiresizlar o'zir, orada samolyotda kelyapti. Xudo xolasa ketib keladi. Baringlar jeb ishib, o'ynab kulib o'tiringizlar. Aman bo'laylik barimiz. Assalomu alaykum hurmatli uzoq yaqindan kelib o'tirgan aziz mehmonlar, xush kelibsizlar hammaga. Mana kechamiz savatchilar, Adhamxon, Gulziya, baxtli bo'linglar, taqli bo'linglar, o'rnashuli bo'linglar deyman. Ayollar rahmat ko'rsin. Adang ko'rmaganimda ayam ko'rsin. Ular ko'raylik, ota-onamni farshad bo'lsin deb hamisha qo'llab-quvvatlab yursin sizlarni hammanglarni. Baxtli bo'linglar, taqli bo'linglar. Xudolar, xush keldingizlar. Assalomu alaykum. Barchalarga Xudo sonimiz ming yillik bo'lsin. Ikki yaxshi vaqtda bo'lsin. Har doim o'sha yaxshiliklarda, yaxshi kunlarda kezdesek,
Төрге шыққандарыңыз, төрге шыққандарыңыз құтты болсын. Келген жаңа жылдарыңыздар құтты болсын. Бәріңіз бала-шағаның қызығын, рахатты көріп, әрдайым осындай жақсылықтарда тойларда кездесейік. Бақытлы болың, Атқан балам деп естеймін. Атқан мен балам деп. Ассалаумағалейкум, құрметті меймандар. Атқан Гүлзия, сіздерге шын жүректен бақыт тілеймін. Баланы қызметі де болыңдар. Құдаларым мен елдік болсын. Шу мәйтте етілген сөздерге бәріге қосыламын. Бәріге рахмет. Assalomu alaykum, hurmatli aziz mehmonlar, xudolar. Qadaminglarga gul bo'lsin. Baxtli bo'ling. Qadam xushal bo'lsin. Baxtli. Seni qizing ko'z, nishonlar. Akrom akamizni quvonch ko'z yoshlari ko'z suymasin. Akramjon, endi bir daqiqaga. Mana azizlar, bugun bizni kuyovtiramiz. Bo'y desa bo'yi bor, bo'y desa bo'yi bor Atxamjon turibdi. Keling, mana shu Atxamjonni yoshiga yosh, boshiga bosh qo'shildi mana. Endi esiga es, vesiga ves qo'shilsin deganlar bir chiroyli qarshi shop qo'yinglar. Atxamjon, sog' omon bo'ling, ko'z suymasin. Endi akajonlar, opajonlar, yaxshi niyatlari bilan daramizni ochiq deb e'lon qildingiz. Ana endi bir qo'shiq bo'lsa shu daramizda xiromalar bersanglar, nur ustiga alondir bo'ladi. Boya Nurjon do'stimiz aytib o'tganday, bugun juda ham ko'p san'atkorlar tashrif bergan. Shulardan biri estradamizning yorqin yulduzi, ajoyib ovoz sohibi, o'zini ko'plab muxlislarga bo'lgan san'atkor xushvoz xonanda Botirbek Shodibekov sizlar uchun keladi. Keling, Botir shoh. Marhamat. Chiroyli rahmat. Ko'zim bilan ko'rganlarim, yo'q izidan yo'q bo'lib yurganlarim, yaxshi yomon kunlarimda yonimda siz, hayotimning quvonchisiz jigarlarim, yelkangizda ko'tardingiz g'amlarimni, bitta to'ldirdingiz kamlarimni, omadlarga tutashtirgan yo'llarimni, hayotimning quvonchisiz jigarlarim. Jigarlarim, mana yerga deganlarim, xatolarimni to'g'ri yerga qo'yganlarim. Jigarlarim, mana yerga deganlarim, xatolarimni to'g'ri yerga qo'yganlarim. Hanımlar mırzalar, hürmetli Аталды азаматтар, қаракөз ханымдар, қуанышымызға атбасын бұрып, алтын уақытысын берген қадірлі, құрметті ағай туысқан бауырлар, жайғасыңыздар, баршаларыңызды Ақтастырханның басынан шақырайық. Енді ортамызда жақсылап әдемі әсем әнге кезек ұсынайық, аз қадамға қарап отырыңыздар, қуаныш құтты болсын, жастар бақытты болсын, той төріне. Armağanından keşif giydi, öz canına adam olgan ayettir o. Başoğuna şıdap görüp, olsa da seni maktan ayettir o.
Көшемет. Ассалаумағалейкум. Рахмет. Сұрадаған шапалақтың салуын болды дейді. Қалыпқа шашқан береке бүгін шапалақтарыңызға Алланың нұры жаусын. Құрметті құдалар, алған түрлеріңіз құтты болсын. Баршаларыңыздың жаңа жылдарыңыз құтты болсын. Жастар бақытты болсын. Баршаңызға Алланың нұры жаусын. Рахмет. Сәлем несіби сыйласуын күн емес. Жолын кесер қырсық үшін надан үшін. Сәлем сөздің анасы адам үшін. Болашаққа жол бастары қадам үшін. Барымызсыздар ағайын, барымызсыздар бауырлар. Көңілді отты жағайып қадірлі қауымдар. Басымызды иіп сәлемдедік ағайын. Маңайын тойлауылдың жағалайық. Қуанышын көпшілікке тойғып берген ағайын той егесін бағалайық. Қазанаттан түспеген, жаугын шоқтан түспеген, қақпасы тарылмаған, себебі есігі жабылмаған. Бүгінде алталаштың басын қоспаса да, 300-дің басын қосып, алысына жіберіп, жақында хат жіберіп, ағайынға парыз, ұртаққа қарыз той болса, бүгінгі құдайлық той құтты болсын ағайын. Рахмет. Көргенде қазақ халқы тәрбиелі, жастарға береді жақсы тәрбиелі, өнерді үйрендағы жегендағы, оған ән киеді, биік ел дейтін болсақ, әлемде жоқ әуеннің пендесі, басырады пайғамбардың пендесі. Ақыл басқа, талант жасқа дейді асылағай. Талантты Төле бидің тумасы, қазіргі Түркістан облысының мақтанышы, саз мектебі, музыкальный школаның білікті маманы, ұлағатты ұстазы, той төріне, Бекназар ұлдарыңызды шақырайын. Осындағы барша қаракөз қарымдардың құрметіне, жаны жайсаң жеңгелеріміздің, аяулы аналарымыздың құрметіне, барша аяулы аналар, аман болыңыздар. Баршаңызға ана бақытын, әйел бақытын тілейміз. Баршаңыз дүние тұрғанша тұрыңыздар. Алла тағала баршамызға екі дүниенің жақсылығын нәсіп етсін деп, осындағы барша ақ жаулығын арым деп білген аяулы аналарымыздың құрметіне әсем әнімізді тарту етейік. Білетін жандар бірге орындайық. Аналар аман болыңыздар. Құдай қаласа иманды болған ұрпақтарыңыз аман болсын, асқан тауларымыз аман болсын. Той боласын. Білетін жандар құдаларға білесіздер ғой, шәмшірге әндегімді бірге орындайық. Жастар бақытты болсын. Жарым, сыйладың сен маған, маған әр күнін. Жинадың сен маған, сен берген құстарым, қанатым самғаған, қалалы құштарым, өзіңе арналған. Ал бірге. Özledim seni için, ey
білмеймін, біздің ауылда жұп болсын деп айтады деді ғой негізі. Жұп қылайық осында барша аналарымыздың құрметіне. Еліміз ел сыйлаған, ел қадірлеген, елге қызмет істеп жүрген ел ағаларымыз аман болсын. Аяулы аналарымыз аман болсын. Мына жастарға сіздердің жастарыңызды берсін. Алла тағала баршамызға екі дүниенің жақсылығын нәсіп етсін. Білікті болған ұлдарымыздың, қылықты болған қыздарымыздың Алла тағала тек қызығын көрсетсін, қуанышын көрсетсін. Құдай қаласа Алла жастардың ұстасынан қолын ажыратпай, жастарымыз мәңгі бақытты болсын. Құдалық той баршамызға құтты хайырлы жұғысты болсын деп тілейміз. Мына жастар бақытты болсын. Енді қадірлі құрметті асыл ағайын, құрметті жанашыр бауырлар, нағыз қазақ емес, нағыз қазақ домбыра дейтін болсақ, арнайы мынау біздің қызметте жүрген құрдас достары, жақсылап қызмет жасасаңыздар, мынау үйреніп қалған жау атыспаққа жақсы дейді. Кімнің шетін біліп қалдық. Жақсылап барып құрдалығымыз құтты болсын деп қызмет жасап отырсаңыздар, біз сіздердің құрметтеріңізге тағы да әсем әнге кезек ұсынып, орталық мейрамханасының хас шеберлерінің қолынан шыққан үлкен асы, үлкен дәмі дайын болды. Басын бас келеді, бастан піскен ас келеді. Сүйінші мұсылман бауырлар, ет келеді, ас келеді. Ас бергенге бас берсін, ұзақ өмір, жас берсін дейміз. Әрине қарны ашқан қазақ ханға сәлем бермейді дейді. Ас келгенде қазақ білем қасқырға тиме дейді, мұсылманға тиме дейді. Енді әдемілеп асқа әдемі дәмге қарап отырыңыздар. Үлкен астың үстінде өздеріңіздің құрметтеріңізге жақсылап ән салып берейік. Асқа дәмге қарап отырыңыздар. Бауыржан Момышұлы бабамызды бәріңіз де білесіздер. Маған қарамаңыздар, асқа қараңыздар, дәнге қараңыздар. Бауыржан Момышұлы бабамыздың үйінде тұңғыш келіні Зейнеп апамызды бәріңіз де білесіздер. Бір күні Бауыржан бабамыз келіннің құдалығын шақырып атса, қалай да болса келіні мен атамның алғысын алайын, батасын алайын деп келген құдаларға шашуын өзі шашқан, құдаларға келіні суды өзі құйған, бір уақытта құдаларға басты өзі ұсынған ғой келіні. Сонымен құдалық біткен, құдалар рахмет айтып қайтқан, енді мақтау несін деп атқан Зейнеп апамыз өзінің бөлмесінде посудасын жуып атса,
Бауыржан бабамыздың жарқын дауысы шыққан екен. Ай келін деген. Оны байқаған келіні құдаладың орнынан кіріп, күлінен шықтым, атама қай қасиетім жақпай қалды деп, атасының қасына барса ағалап өнері өрлесін деп, ақша сататқа сіздерге Алланың нұры жаусын құдай қаласа. Өнер сатылмай, өнер бағаланады негізі ардақтағайын. Өнерін бағалап атқан сіздерге мың алғыс, мың рахмет. Қайырлы жақсылар, жайғасыңыздар, қадірлі құдағилар, құдашалар. Енді жаңа мен тілге тиек етіп, таныстырғанда айттым ғой, жанысқа тиемін дедім, Тоқманға. Мен осы елге қызмет істеп жүргеніме 11 жыл болыпты. Елге қызмет істеп жүргеніме. Осындай қуанышпен Алланың қалауыменен Алматыға жетпей, Ұзынағаш бәріңізге мәлім, Ұзынағашқа тойға бардым. Мына кісілер не істеп жатырмыз? Жайғасып. Кешке дейін қолым бос, не істеймін, көк базар, Зеленый базарға бардым. Зеленый базарға барып кіре беріс жерде осындай ақ жаулығын әрімдеп білген бір аяулы атам отыр. Дихангүлдің қымызы, Дихангүлдің қымызы деп. Бүкіл Қазақстанға бір ет қой енді Дихангүлдің қымызы. Атамның қымызын ішіп алдым. Аға, Алла разы болсын, ісіңіз берекелі болсын. Енді бүкіл ел мақтанып отыр ғой Дихангүлдің қымызымен. Қазақта жол сұрағанмен жол сұрағанның айыбы жоқ. Дихангүл деген қаяқта да мен апамнан сұрадым ғой. Сонда апамның маған айтқаны ғой, балам, Дихангүл деген Семейде шығар деді. Мен айттым, апа, сатар асыңызды адал сатыңыз дедім. Түп қазығын біліңіз дедім. Түркістан облысы, Төле би ауданы, Қазығұртты жағалап, Алатауды жағалап, Жаныстар мекен еткен, Тоқпандар мекен еткен, Түркістан облысы Төле би ауданы мен таныстырып кеттім. Мен бұл не үшін айтып жатырмын, ардақтағайын. Үлкен кісілер біледі, құдалар біледі. Баяғыда бір ауылдың ханы өкшелес уәзірлерін ертіп алып, хан өзге ауылға жол сілтеп баратса, жол жөнекей ханның қарны ашып, уәзірге айтқан екен, ей уәзір, аттың басын тоқтат, бұл ауылда қандай хан бар, қандай би бар, құдай қонақ болайық дейді ғой. Енді ханның сөз өкшелес уәзірі аттың басын тоқтатып, бұл ауылда пәлен деген би бар, пәлен деген хан бар, оның 40 биесі бар. Мына қарапайым қандастарды қинамай 40 биесі бар ханның үйіне құдай қонақ болайық дейді ғой. Ондай болатын болса аттың басын тоқтатып деп, жаңа 40 биесі бар ханның үйіне құдай қонақпыз деп кіріп атса, жаңағы хан қырыңдау жұматтау болса өкпей. Айналайын билер, айналайын хандар, 40 биемнің бар рас. Бірақ 40 биемді сауатым, қатының қайды қиылған деп қымызын қызғанады ғой. Сонда жаңа хан билер атына қолы батса, өздеріңіздің бауырларыңыз, күйеу балдарыңыз секілді, атқан секілді алып азамат жүгіріп шығып, айналайын билер, айналайын хандар. Мына біздің үйде 40 бие жоқ, бірақ сіздерге жеткен қымыз біздің үйден табылады. Біздің үйге құдай қонақ болыңыздар деп, атынан түсіріп, үйіне кіргізіп, қорадан қойын алып, қойын сойып, жаңа хан билерге қымызын берген екен. Әрқашан мұсылман білесіздер, дастарханға отырарда бата сұрайды, ішіп жеп болған екен тұрарда бата сұрайды. Жаңа хан билер атханның шаңырағына бата қайырған екен. Құдай берсін, кембасын, дастарханға береке берсін. Мына сенің 4 биеңнің қымызы 4 рулы елге жетсін. Ал жаңа ханның 40 биесінің қымызы қыдырған қатынмен кетсін деген екен. Пейіліміз ақ болсын, жастардың болашағы ақ болсын. Алла сіздерменен біздерді ақ пейілге араластырсын. Алла жастардың ұстасқан қолын ажыратпай, мәңгі бақытты болсын деген ниетпен ақ қымыздан алып отырыңыздар деген ниетім бар ағайын. Енді жақсылап, әдемілеп, тағы да әсемленге кезек ұстайық. Бүгін құдалық ерекше форматта өтеді. Бүгін тілек аз болады. Өнерпаздар өнерін көрсетіп, бір ерекше құлақ болайын деп жатыр. Енді өздеріңіздің тағы да балдарыңыз саз мектебінің ұстазы Бекназарды мен тағы да ортаға шақырайын. Өздеріңіздің құрметтеріңізге жанды дауыста
ән тартып етсін, иә? Ал әрине аудандық жарыс болды ғой. Былтыр 2025 жылда әр ауданның Түркістан қаласында үлкен іс-шара өтті. Төле би ауданының атынан осы Бекназар барған. Аллаға сансыз шүкір, соншама ауданның ішінде іріктеліп екінші орын алып келді Төле бидің қоржынына. Енді бәріміз тойда жүріп білесіздер, фонограмма деген нәрсе көп. Ал бүгінгі тойда фонограмма болмайды. Әннің бәрі жанды дауысына болады. Енді ортаға мен Бекназар шақырайын, өздеріңіздің құрметтеріңізге тағы да әсем ән тарту етсін. Білетін жан. Біздің махаббат баянда, елі жайылған, онда аялдама. Сен мені ойлап аяуғана, түн көрмей таянғанда, ұйқымнан оянғанда. Көңіл бөлмесең көрсініп, қаласың кейде қырсығып, жұмыс қойғай деп тәршіде. Мен сені сұрап Құдайдан жасап жүрмін ғой бұл жолы, жасап жүрмін ғой бұл жолы. Мен сені сұрап Құдайдан жасап жүрмін ғой бұл жолы, жасап жүрмін ғой бұл жолы. Сенсің ғой менің жүрегімде, күшімде, жігерімде, тәңірмен тілерімде. Таңдауын тапқан бұл өмірде, мұңаймашы күлімде, мәңгілік жүрегімде. Көңіл бөлмесең көрсініп, қаласың кейде қырсығып, жұмыс қойғай деп бәршіде. Мен сені сұрап Құдайдан жасап жүрмін ғой бұл жолы, жасап жүрмін ғой бұл жолы. Мен сені сұрап Құдайдан жасап жүрмін ғой бұл жолы, жасап жүрмін ғой бұл жолы. Мен сені сұрап Құдайдан жасап жүрмін ғой бұл жолы, жасап жүрмін ғой бұл жолы. Көңіл бөлмесең көрсініп, қаласың кейде қырсығып, жұмыс қойғай деп тәршіде. Мен сені сұрап Құдайдан жасап жүрмін ғой бұл жолы, жасап жүрмін ғой бұл жолы. Мен сені сұрап Құдайдан жасап жүрмін ғой бұл жолы, жасап жүрмін ғой бұл жолы. Мен сені сұрап Құдайдан жасап жүрмін ғой бұл жолы, жасап жүрмін ғой бұл жолы. Вай, не деген қош еметі. Орталық кафесінің официанттары қолын болса, бір шапалақ жібересіз ба? Қонақтарды қолыңызды сияқтыңыз. Рахмет, ал, енді қадірлі, қарымды мырзалар, құрметті құдалар, үлкен құдағиларыңыз келгенше, бір жақсылап ішкен жегеніміз сіңірейік деп, баршаларыңызды ортаға жақсылап биге шақырайықшы, бір жақсылап билеп алайықшы. Жастар бақытты болсын, құдалық құтты болсын ағайын. Rahmat. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Kamchiliklar yo'qmi, og'alar? Hammaga yaxshimi, xudolar? Kamchiliklar yo'qmi? Balig'i yaxshimi? Do'stlar, mana qadamlaringizga hassalom. Barchalaringiz ko'rib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Boy mana Nurjon akamiz aytgandek, bugun mana shu Adhamjonni hurmat qilib, juda ham ko'p san'atkorlar tashrif bergan. Shulardan biri O'zbek estradasining yorqin yulduzi, ajoyib ovoz sohibi, o'zini ko'plab muxlislariga bo'lgan san'atkor, shu xonanda, avliyolar yurti Sayramgirdan tashrif bergan Mirkamol Zapparxonovga bir chiroyli qarshi shop qo'yinglar. Xush kelibsiz. Mirkamol, kuylay bering. Ovozingizdan butun odamlar qolsin. Avj pardasini shunday kuylayki, hatto bulbul ham sizdan dars olsin. Mirkamol aka, biz chiroyli qilib davom ettiramiz. Qani o'tirish yo'q. Ovqatni yedik, ichdik. Endi shu sarpasga tushib, xiromalash kerak. Barchalarni daramiz so'riga raqslar taklif qilamiz. Xush kelibsiz. Hammaga sog' bo'ling. Hamma davraga taklif qilamiz. Shu qo'shiqlarimiz sizlar uchun tortinish yo'q. Bugun to'y, bugun bayram. Shunday ekan, shu qo'shiqlar sizlarga hurmatliga marhamat. Yaş otuda yandırıp otu Severmiş ben başkasını Ya eslermem eskisini Yüreğmiş ben yana kırıp Can canından kıydırıp otu Kuralay, köze kuralay Hali nasıl biremem nadime Kuralay, köze kuralay Küremiz hali ahmadime
janjal shuncha tuhmat hayronman qattiq ovoqdi yondirmoqdi kuydirmoqdi yo o'zicha suydirmoqdi tergayverib jon jonimdan to'ydirmoqdi quray ko'zi quray hali rosa beraman dodingni quray ko'zi quray ko'ramiz hali ahvolingni
yaşamız otanlaşır Elleyelim uçaydan Ey bakalım çıraydan Kopyalı sanaydan Yaşamız otanlaşır Elleyelim uçaydan Kaymalar, kaymalar Boyumuzu tutarır kaymalar Kaymalar, kaymalar Burada çok yeri durur kaymalar Kaymalar, kaymalar Boyumuzu tutarır kaymalar Kaymalar, kaymalar Burada çok yeri durur kaymalar Salam benim salam, beni sen aldama Baran desen baran, süydüm seni günarım Ay şahım bir kullarım, günde salam baran Senin haber çok koy, salam benim salam Beni sen aldama, baran desen baran Süydüm seni günarım Ağılda var, günde kaydaman Ağılmadım diye seni şoydaman Şimdi sana kanday olsun aydaman
Yüreğlerini kadirge Kilemiz birge Yanıyla kim kelmez Oyda çömülü vap sana birge Mest eyledi, sırmest eyledi Menin yürek kilemge işkini joyledi Mest eyledi, sırmest eyledi Menin yürek kilemge işkini joyledi Sen tengi yok Endi halatim yok Bu nima yurishganda Oyda ko'ylagingda yengi yok Mast ayladi, sirmast ayladi Mening yurak kinamga ishqni joyladi Mast ayladi, sirmast ayladi Mening yurak kinamga ishqni joyladi Yanaqlaring qip-qizil, dudoqlaring qip-qizil Jinni qilasan voydod, salim sof qilib suzil Yanaqlaring qip-qizil, dudoqlaring qip-qizil Jinni qilasan voydod, salim sof qilib suzil Mast ayladi, sirmast ayladi Aqtovga bir kun borardim Do'stimning ko'nglin tabardim Birga o'tgan kunlarda Quvonib eski yomon Kasbideklerin yuragi Do'stlikning qadrin biladi Qachon kelasan do'stim deb Sog'inib meni shuradi Do'stim bor meni Aqtovda Tatili dostunu maqtovga Dostum var menin aqtovda Tatili dostunu maqtovga Ko'zlari suluv joyina Yonga boraveraman Men seni izlab topaman Ko'zlari suluv jamila Yonimga boraveraman Ko'rinmay qolsang jamila Men seni izlab topaman Muhabbat yo'q dema jonim Sen uchun kuyib yonaveraman Yuragim çok bo'lib jonim Yoningga boraveraman Muhabbat yo'q dema jonim Sen uchun kuyib yonaveraman Yoningga boraveraman Rahmat, salomat bo'linglar. Barchalarni ko'rganimizdan g'oyatda xursandmiz. Ham salomat bo'ling. Yashang Mirkamol Zafarxonov ko'z sevmasin. Omon bo'linglar. Azizlar, hamma o'z o'rniga egallab olsin. Biz esa davra kecha ezgu niyatlar, tabrik so'zlari davom etadi. Buyuk ulamolarimiz kuylaganday, do'st bo'lsang yonimda tur deyishadi. Zero shunday ekan, mana Ramiz so'ragan ana shu Adhamjonni marhum adajonlari Rustam akamizning bolalik davridan birga o'sgan mana ulfat do'stlari ushbu davrada do'stini yo'qligini bildirmasdan ishtirok etyapti. Mana shu butun elimiz, yurtimizga taniqli bo'lgan ajoyib bir inson, shahrimizga beminnat xizmat qilib kelayotgan, elni og'asi bo'lgan, elni yoqasi bo'lgan hurmatli ana shu Ro'zmat akamiz boshchi barcha ulfatlarida Ramastorga taklif qilsak, ulardan Ramastorga tashrif buyurib, yaxshi niyatlarni tabrik so'zlarini hisoblasak. Qani Ro'zmat aka, Farhod aka,
Nazarmat akamiz, Shuhrat akamiz boshqa hammalarga tashrif buyurishini iltimos qilgan bo'ladi. Keling akajonlar. Aytdim so'zlarni mana bizni ajoyib bir akajonimiz shahrimizga, elimizga beminnat xizmat qilib kelayotgan, elni og'asi bo'lgan, elni yoqasi bo'lgan Ro'zmat akamizga so'z navbatini bersak, bir chiroyli qarshi cho'p qo'yinglar Ro'zmat akamiz hurmatiga. Xush kelibsiz akajon. Kechagina ajoyib bir yaxshi zo'r to'ylarni o'tkazdi. Mana bugun shu yerda ishtirok etyapmiz. Marhamat. Assalomu alaykum keyingi mehmonlar. Qadamlaringiz uchun mana shu Adham bolamiz belim bola bilan baxtli bo'linglar. To'y-to'yga ulosh bo'lsin, quloqlarga mininglik bo'lsin. Yaxshi kunlarga yo'llaysiz. Aman bo'l, baxtli bo'lsin. Qo'shqondan qo'shqa. Xudo ilgariga Sizlardan o'ziga yetib bersa. Baxtli bo'lgan, orqasidan qo'shqondan qo'shqadi. Xudo mininglik bo'lsin. Asalda baxtli bo'linglar. Ko'p yashanglar. Kelinglar, baxtli bo'linglar. Dunyoda eng shirin baxt va shirinliklarni sizlarga tilayman. Umringiz uzoq bo'lsin, baxtingizga aylangan bo'lsin. Rahmat yoshlar joyga chaqirib o'tirib mashina o'tkazganga rahmat. İşleringiz rivojini bersin. Omad. İçimizdagi o'ziga yetib ber. Xo'p. Adhamjon, bugun bu insonlarning ushbu diyorga tashrif buyurishi mana shu otajoningizni yo'qligini bildirmasdan, do'stligimiz yo'qolmasin deb, do'stimizni yo'qligini bildirmaylik deb mana shu yerda mana akajonlarim ishtirok etyapti. Bu akajonlarimizning niyati faqat bitta. Sizga baxt, omad, sog'lik tilash uchun shunday bir mana Ro'zmat akalarimiz kabi akalar tashrif bergan. Biz Adhamjonni juda ham yaxshi bilamiz. Endi yana bir bor sizga iltimos qilamiz, qolaversa sizdan so'raymiz mana shu Ro'zmat akamizga o'xshab qadrli elni og'asi bo'lishni Allohim o'zi nasib bo'lsa aylasin. Yaxshi niyatlariga qo'shilganlar yana bir bor chiroyli qarshi shop qo'yasizlar to'yga o'xshasin. Yashanglar, salomat bo'linglar. Ro'zmat aka, endi Botir akamiz tomonidan bir chiroyli qo'shib bo'ladi. Bir xirobalar berasizlar. Barcha hammaliga xudolar, nashrida do'stlar, hamma aziz mehmonlarimizdan Ramazon so'riga raqslarga taklif qilamiz. Общий танец. Танцуем. Sayın, bir gelen, bir kiran azalır.
Şurada karşı şok koyuyorlar. Bolaboyimiz Saşın Yurdi, Aziz Mehmonlar. Buradaki Kudaş ananız, осы Arkamdan suyukta analары, құрметті Латвасын, Bolaboy, hoş gelipsiz. Qadamizga Hasan ağa. Qanday birga. Oy, Firmay şaşamadыңыздар ма, билеп? Рахмет, жақсылап жайғаса енді. Билеп бір қуансаңыздар, жылы орындарыңыздар, табыл тағдарды қуанып қойыңыздар. Енді бәріміз қуанышқа құтты болсын айтып келіп жатырық. Жақсылыққа жақсылық тілеп келіп жатырық. Десе де, міне бір балам екеу болып келіп, нағыз қуанышы егесі келіп тұр ортамызға. Қалғандарымыз бәріміз құтты болсын айтып келіп жатырық. Міне Алланың қалауыменен текті өсіп өнген өліктің келін алып, өрісі кеңейіп атқан аяулы ардақты ана, ғазиз ана, бүгінгі отаны Лобабай! Лобабай! Жіберіңіздер! Құдаларға жақындатайық. Лобабай келіңіз. Қош келдіңіз, қуаныш құтты болсын. Енді, арақ атадан қалған нәрсе емес шығар. Баршамыз назарымызды Лобабайға бұрайық. Мына ардақты қадірменді меймандар, әрине бүгін ақ түйенің қарны жарылып, ақ қошқардың басы кесілген сәт. Елге есеп берер сәт, елдің батасын алар сәт. Міне әрине әке орнына әке болып, ана орнына ана болып, қанға тіпті қайсарлықпен жетелеп жеткізіп, өсіріп өндірген аяулы батыр ардақты анамыз келіп отыр. Ана деген кім десең, арайлап атқан таңдар ем, бәрін айтқан бірін айт, анам үшін жан берем дейді. Ана деген перзентті 9 ай құрсағында, 2 жыл бауырында, мәңгі жүрегінде сақтай деген ғой. Қазағымыздың керемет сөзі бар, 7 балаң жерге қаратқанша, 2 балаң елге қарасын дейді. Міне Алланың қалауыменен бір ұл, бір қыз тәрбиелеп, міне менің оғы апайымда барлығы бар. Аллаға шүкір, Алла бергеннен таймасын. Атақ та бар, абырой да бар. Абырой мансап та бар, билік те бар, үй де бар, жай да бар. Қаласаңызда керек десеңіздер ақша да бар. Мынау сонымен қатар Лола апайымның орындалмаған бір ғана арманы бар. Ол арманы қызын құтторына қондырып, осы ұлынан келіннен иманды ұрпақ сүйіп, немере сүйіп,
мына шөберенің қолынан май жалап, Құдай қаласа шөпшіктің қуанышын көрсем деген бір ғана арманы бар. Көкемнің көрмеген қызығын осы ұлдары көрсін, келіндері, қыздары көрсін. Келіні жақсы үйге кім кіреді, келіні жаман үйге кім кіреді дейді қазақта. Келінің жақсы болатын болса, үйіңе көп қонақ келгісі келеді. Келінің жаман болатын болса, үйіңде қонақ ертерек үйіне кеткісі келеді дейді. Келін ұзатпай атып, шайын жерге төккісі келеді дейді. Міне, өз өнген әулеттен келін алыпсыз, өрісіңіз кеңейіпті, құдағи атаныпсыз, құдағылығыңыз құтты болсын, жастарыңыз бақытты болсын. Алла тағала ұзақ ғұмырды нәсіп етіп, осы ұрпақтың қызығын көрсетуді нәсіп етсін. Әрине, балаң жақсы болса, өзіңдікі, балаң жаман болса, құданыкі дейді. Міне, иманды алып азаматты өмірге келіп, бүгінде құда болып, өрісіңіз кеңейіп жатса, Алла сіздерменен біздердің салған алтын көпірімізді мәңгі өмір етсін деп тілейміз. Мен неге сізді ортаға шақырдым? Той сіздікі, қуаныш сіздікі, жақсылық сіздікі, қалған баршасы құттықтап келіп отыр сізді. Енді Құдай қаласа құдалығыңыз құтты болсын. Әке орны әке болып, енді кереметтей өкіл әкеміз Розмат мырзаны да шақырайыншы мен ортаға, иә? Розмат мырза ғой. Салахат жеңгемізді қоса шақырайық. Келіңіз, Розмат мырза, өкіл әкесі екен. Әке орны әке болған Розмат мырза, Салахат жеңге. Келіңіздер. Ассалаумағалейкум, қуаныш құтты болсын. Енді құда осы көргенсіз амандасыңыз, көргеніңіз, көріскеніңіз. Енді құдаларды, құдағиларыңыз танисыздар ма негізі? Құдалар танисыздар ма? Бірінші таныстырып алайық жақсылап, дұрыс па? Бүгінгі қуаныштың белді себебі ол танысу, жақсылыққа араласу. Енді құдағиларыңыз таныстырдым ғой, есімі Лола. Енді Лола ханым, бер құдаңызбен, құдағиыңызбен бір жерлерде бауыздау құда дейді, бір жерлерде бер құда дейді. Төріңізден орын алған текті бір қауым ел құрметті құдаңызбен құдағиыңыз таныстырып алайыншы бірге сізге. Құдаңыздың есімі Бауыржан, бәке, мен деп қойыңызшы, бер құдаңыз, бер құдаңыз. Құдағиыңыздың есімі Әсел құдағи, қыздай құдағиыңызды. Танысып алғанымыз дұрыс болды. Енді Алла таныстығымыз жақсылықты арттырсын. Әрине, бізде қазақта керемет сөз бар. Шын қонағым болсаң, есігіңді қақпай кел дейді. Сынап емес сыйлағаныңызды көрсетіп, сіз құдағиға барасыз, Әсел құдағиға. Сіз бәкеге барасыз, бел құдаға. Жақсылап, жастардың бақыт тілеген құрметті ата-ана арманы орындалған асқарды бәкемен аяулы ананы беймел әп келеміз, беймелді барашы, беймелді әп келеміз. Сіз құдағиға, сіз құдаға, мархабат! Ал аналарымызды ортағалайық, ер азаматтар әрдайым пана болған аналарымызды ортағалайық. Ал Құдайға алған төрлеріңіз құтты болсын. Өзіміздің Түркістан облысында өзі бұзылмайтын 3 көпір бар. Бірі Қатын көпір, бірі Қызыл көпір, соның ішінде бірі де бірегейі, ол сіздерменен біздердің Алтын көпір. Алтын көпіріміз мән көпір болсын. Баяғыда біреу айтқан екен, мен досымнан қорқпаймын, азар түбі сатар, мен дұшпанымнан қорқпаймын, азар түбі атар, мен өмірде бірақ нәрседен қорқам деген екен. Қиналған да, қуанған да, із басқан ұрпақтың жоқтығына қорқам деген екен. Аллаға сансыз шүкір, бабам батыр болды дей бермей, балам батыр болсын деп тіле дейді. Хан баласындай тік сөйлеп, би баласындай нық сөйлейтін заманда
жер басқанға мақтанба, артынан ұрпақ қалмаса дейді. Міне, ел сынаған азаматсыз ғой, ел қадірлеген азаматсыз. Құдай қаласа, өрісіңіз кеңейіп, құда болғаныңыз құтты болсын. Құдай қаласа, Алла қызыңыздың бағын ашсын. Қыз мақсаты кету, қыз жарты-жұтық десе де, қызыңыз біздің елден бағын тапқан екен, Алла бақтарын ашсын деп тілеймін. Әкелік мейірім, әкелік ізет, әкелік ақтылық құрметті Құда өзіңізден болсын. Жастар бақытты болсын. Құрметті құлалар, ассалаумағалейкум. Бәрімізге Құдай аман-есен жеттіңіз ба? Ал құдалардың мынау құдалық құтты болсын, той құтты болсын. Мына 2 жас бақытты болсын, сол 2 жастың қызығын көрейік бәріміз. Құда қаласа келесі жылы бесік той болсын, бесіктерге жолығайық. Дендеріңіз сау болып, аман-есен осындай кең дастарханда жолығайық. Рахмет. Елемейлі кейде елеме, өз балаңа көп айтасың өнеге. Ұлың жақын, қызың жақын дегенмен, одан жақын болады екен немере. Алтын қымбат, күміс қымбат дейді ғой, одан қымбат болады екен немере. Басында жоқ адам айтсаң сене ме, шіркін қандай болады деген екен шөбере. Бүгін жастардың құдалық тойын тойлап атсақ, Алланың қалауыменен Алла қыздарыңыздың құрсағынан берер ұрпағы иманды болып, Құдай қаласа 4 көзіміз түгел, бесік тойдың куәгері болды. Алла баршамызға нәсіп етсін дейміз. Әкелік ақ-тілегіңіз Алла тағала қабыл етсін. 18-ін ғаламды жаратушы, мейірімі шексіз Алла тағала 3 бірдей үмбетінің тілегін артқа қайтаруға ұялады екен. Бірінші, ата-ананың балаға деген тілегін, баланың ата-анаға деген тілегін, жолда жүрген жолаушының тілегін артқа қайтаруға ұялады екен. Алла ақ тілектеріңізді қабыл етсін. Алла әрине қуаныштарыңызды құтты, қайырлы, берекелі етсін деп тілейміз. Жастарыңыз бақытты болсын. Жастарыңыздың қызығын, қуанышын көруді Алла нәсіп етсін. Осындай сұлуды, сүйкімді, қаракөз қызды жетелеп жеткізген аяулы ардақты ана, құрметті құдағи, алған төрліміз құтты болсын. Енді әрине өздеріңіз білесіздер, ең ауыр сөз нәлет деп айтады. Нәлетінен сақтасын, рахмет әкелсін. Қыздың басты бақыты ана атану деп жатады. Ал келін алып, рахатын көр дейді. Рахат деген сөздің орысша мағынасы кайып екен. Шалдар қызыңыз кайыптана берсін, рахаттана берсін, ана бақытын сезіне берсін. Құдай қаласа жастар бақытты болсын деп, аналық ақ мейіріммен құдағи ақ тілектің тізгінін өзіңізге ұсынайын. Жастар бақытты болсын. Құрметті қауым, көпшілік жиналғанда біздің 2 жастың атасы, құдағи, құдалық, жастар бақытты болсын. Қызым мен Атик балам ұзақ ғұмыр жасасын, үбірлі-шүбірлі болсын. Біткен шаңырақтары биік болсын. Әр уақытта жақсылық, бақыт. Рахмет. Қадір Мірзәлі бабамыз жырлағандай, бір құдірет бізді жақсылыққа жетелей, бірақ оны біз түсінбейміз. Туа сала талдай бақыт күтеміз. Бақыт үлкен кіші болмайды деп жырлаған екен. Бақытты күндер болмай, бақытты сәттер болады екен. Әр атқан таңдарыңыз бақытқа, Алла тағала тапқандарыңызды иманды ұрпақтың жақсылығына берсін деп тілейміз. Қуаныштарыңыз құтты болсын, құдалығыңыз Құдай қаласа құтты болсын. Ал Реге, енді әке орны әке болып, жетелеп жеткіздіңіз, ағалық мейірім ойып, тәрбие бердіңіз, тәлімгер болдыңыз. Өкіл әкелеп естіп жатырын, өзіңізден де мырза жүрек, ақ тілек ұстап, әдемі тілектің болайық. Қуаныш құтты болсын. Осы құдасы жастарымыз бақытты болсын. 8 жыл 5 той істеп Рахмет. Алла тағала ақ тілегіңізді қабыл етсін. Әрине жұдырықтай жүректен таудай тілек шығады дейді. Көп білесе көл болады, жақсы тілекпен адамның жаны семіреді дейді. Әдемі ақ тілекті жеңгемізге де ұсынып алайық, осы сәтті байларым. Қуаныш құтты болсын.
Yana keyin 5 kunlarda birga bo'lib chiqqanimizga nasib etsin. Xush kelibsizlar deyman. Xudo xolasa xudochilik mingllik bo'lsin. Rahmet. Anam degizgen, balme kaymak jegizgen, ömürde küm kuşta ana kuşta, ne bir mıқты milyoner ağalarımızda ananın üstüne düştü. Basın deyip takzim et analarga, analардың ақсымен көңілін қой жердің үсі дейді. Аяулы ардақты аналар, қадірлі жеңгелер, Алла тағала ақ тілектеріңіз қабыл етсін. Пайғамбардың ана шықпаған десе де біздің аналарымыз пайғамбарда туып бергенсіздер. Құндықтап жерден жай көрген, бар ісіңді сай көрген. Біздің аяулы аналарымыздың қызметін ай менен жұлдыз күн көрген десе, баршаңызға ана бақытын тілейміз, әйел бақытын тілейміз. Мынау бірде осында ер азаматтан сұрапты, анаң артық па, балаң артық па, жарың артық па деп. Сонда Мәйлі Қожа бабамыз шариғаттан алсаң, әлпештеп өсірген анаң артық. Болашақты ойласаң, артта қалар балаң артық. Адал болып жолықса, мәңгі тұрар, жаратық деп жауап берген екен. Мәңгі бақытты болыңыздар. Аналарыңызға тек қуаныш сыйлаңыздар. Ата-анасы бар адамдардың басында тәжісі болады екен, бірақ оны өз байқамайды екен. Тәжісін ата-анасы жоқ адам байқайды екен. Міне сіздердің тәжілеріңіз. Тәжілеріңіз Құдай қаласа сіздердің қызықтарыңызды көрсін, қуаныштарыңызды көрсін. Аналық менімен Мама ханым әдемі ақтелді өзіңізге сынай, қуаныш құтты болсын. Assalomu alaykum ammam bariga. Rahmat baringlarga, bizni quvonch anaqalarimizni qo'shnilarga uchun. Я тебе желаю счастья, всем здоровья. Xudolarimiz qutli bo'lsin. Ming-shukr bo'lsin. Rahmat. Sonday deyim. Sonday deyim. Men негізі орысша білмеймін. Мен қазақ мектебін бітірдім. Қазақ колледжін бітірдім. Мамандығым мұғалім. Бірақ енді орыстан араласатын достарым бар. Енді Рома ханым орысша сөйлеп қалды, орысша тілек айтты ғой. Мен соның қазақ тіліндегі мағынасын айтып берейін. Құдай қаласа деді. Құдағи құда менің келінім белім бекем буа берсін деді. Буа берсін деді. Құдай қаласа атқанға ұқсаған оларды пітілатты туа берсін деді. Солай ма? Рахмет, Аллах тілегіңіз қабыл етсін. Мен сізге бір сұрақ қойынша. Бүркіт қыранда қалай ұшады? Бүркіт қалай ұшады? Спокойно. Кеудені аша, бір қадам алдыға шығады. Міне қаршылыңыз бір қадам. Құдай алдыға шығайық, бір қадам алдыға шықпайық. Кеудені кеңден ашайық. Жастардың қуанышын Алла бақытын көрсетсін. Мәңгі Құда болайық деп бір-бірімізбен тыныс қақсы болайық, жақсылар. Кеудені аша. Жақсылықтар. Рахмет. Екі жас махаббатпен айналысты. Ата-ананың көңілі жайға түсті. Екі жастың бақытты болып өмірі шүбірлі болуы құдаларға емес, құдағиларға байланысты. Сіз екеуіңіз тыныш болсаңыз, бұл кісі де тыныш болады. Бұлар да тыныш болады. Басынан бір кісі тыныш жүрсе. Тыныш жүрейік. Жастардың тілеуін тілеп жүрейік. Құдай қаласа мәңгі құдағи болайық. Бала батырларыңыз бақытты болсын деп аяулы аналар тыныш қарсы болайық сіздерде жақсылар. Мархабат! Қадірлі қалайық, ардақты ағайын, мен 94 жылғының әлі үйленбегем, биыл шаңырақ көтерейін деп жатыр. Мен бұны неге айтып жатырмын? Жастың Құдай тілеуін береді дейді. Дұрыс па? Енді мен жаспын. Мынау құдалар, ағайын, туысқандар қол жайса, мен жасқа бір бата берейін. Олла ханым, құдеге бір қолға ата бек, атқап, бір қолға бата жүрмейді. Құдақтағысын айтпайын. Аумин ағайын. Аумин. Аумин. Бәріңізде білетіндей, қарға тамырлы қазақпыз. Қазақ болса Қытайдың алдында сан жағынан азақпыз. Қиыншылықты көргенбіз, қиыншылыққа төзгенбіз. Сталин жауды жеңдеді, ондағы жеңгенбіз. Хрущев жүгені жедеді, ондағы жегенбіз. Сөйтіп айналдық қой егеменді елге біз. Құдай қаласа, Американың ақш доллары қазақстандық 100 теңге емес 1 теңгелік күн тусын.
Онак менен қызықты дара ұл тусын. Біреу емес мың тусын. Құдай қаласа Алла қызыңыздың келініңіздің құрсағынан берсін. Берер ұрпағы иманды болсын. Алланың қалауыменен сиқым құлсына келі біздің ауылға бесік әкеліп нәсіп етсін. Сол бесіктің куәгері болды Алла тағала төрт көзімізге түгел нәсіп етсін. Алла ақ тілегімді қабыл етсін. Атқам ауылмен Аллаху акбар. Бата тілегім қабыл болсын. Өткенде арыста үйсіп бата бергенім келіннің бетін ашып атқан кезде. Сол кезде бір лауазымда құдаң секілді бір кісі тұрып Алла тілегім берсін депті. Бұл кісі бермейді, бұл кісі алады. Ойлап айтамын, жастар уақыты болсын, Құдай қаласа. Енді құрметті Құдай, өздеріңізге азды көпті сый құрметіміз бар еді. Осындай қызды жетелеп жеткізіп, тәлімгер болып, тәрбие берген, әкеліп, асқалтаулық, тілекші болған сізге рахмет, аяулы ана сізге рахмет деп, арнайы азды көпті сый құрметімізді, жабуымызды, құны жоғары алтындарымызды табыстап алайық жақсылар. Ай, бәрекелді, Құдай қаласа жыл береңізді толсын. Қуанышқа кейіңіз, жақсылыққа кейіңіз, міне. Біздің де Құда менен Құдағын құргемеген Құдағыйына жабыл алып кетті міне. Ай, бәрекелді, құны жоғары. Алтын комплект табыстамады Құдағыйына. Көрдіңіз бе Құдайге? Комплектті, грамм жоғары. Алтынды көрем адам сияқты ой шапалақлайық, алтын табыстамады, комплектті. Ой, осындай кезде өзің әйел болсын деп ойлап кетесің де, еркектерге бір жағын рет болды. Ал әйелді қуатып қалады ғой, рахмет. Құдай қаласа қолдың да, құлақтың да алтын ғой. Нағыз алтын мына жастар. Алтын қандай құнды болса, осылардың болашағы сондай құнды болсын, жарық болсын. Алла осыларға жар болсын. 40-тың бірі Қыдыр, 1000-ның бірі уәлди. Бақ қайда барам, ынтымаққа барам деген жастардың Қыдыр болсын жолдасы. Алла баршамыздың тілегімізді қабыл етсін. Енді Құдай қаласа алтынды көрсетіп бір суретке түсіріп алайықшы. Рекер келіңіздер Құдайға. Аға, жақсылар жастар сіздер де келіңіздер. Бір-бірімізді қолымыздан ұстап, Құдай қаласа мәңгі Құдай болайық. Үлгі тұтатындай ол. Анамызға алтын комплекті пожалуйста. Құдағыйда көргенмен Аллаға шүкір. Ай, бәрекелді. Енді сол алтынды көрсеттік, бір сөйтке сөйлесі өздеріңізді жылы таңдарыңызға демлеп. Иә, бүйтіп көрсетіп тұрайық, Құдағи. Әпше бүйтіп көрсетіп, жарқырады, сұлбалар Құдай қаласа. Семейін чатқа жібереміз ертең. Алтын тақтық деп Құдай қаласа. Сұлбал әдемілеп жарқырады, сұлбал. Ал, бол ма? Рахмет, ең жақында батыр, сұлбал. Енді бір-бір сәттен қадырмен неке кеңіз мінеқа. Құдағиын қолынан ұстамаңыз. Бір-бірімізді қолымыздан ұстамадық. Құдағиыңызды қолынан ұстамаңыз. Бір-бірімізді қолымыздан. Оны шешіп өтпадыңыз ба? Алыстан танып отырады деп қосыр азыр. Жоқ, неге? Сіздер құдасыздар ғой. Бір-бірімізді қолымыздан ұстап алайық. Ал, қазір Құда мен Құдағиды қайырдан әкелдік. Сол жерге апарып отырғызамыз. Жастар, ақты болсын. Шаттықта, есендікте, саулықта, өтсін өмір жолдарымыз толы болып байлықта, бақытта, шаттықта, есендік. Ана Құдалар делегациясы, алған тойларыңыз құтты болсын деп, барша жаңа Құдалар шақырайық той тойына, Ал билет қосалайық, келіңіздер, барша жаңа Құдаларды қосалайық.